Саламатсыздар ма? Менің есімім Задат Мұхамбетқызы болады. Мен дәрігер-нейрохирургпын. Және бүгінгі ми күніне орай біз сіздермен қызықты деректермен бөлісетін ойымыз бар. Көру бізге берілген ең құнды қабілеттеріміздің бірі. Яғни біз көрген кезінде негізінде сол мезетте-ақ бізде миымызда сол бейнені өңдеу жүргізіліп жатады. Яғни көрудің өзі ол иллюзия, ол бізге тек шикі мәлімет береді, ал нақты бейненің өзі мидың ішінде өңделеді. Яғни ақырғы ақпарат мида беріледі. Көрудің орталығы біздің миымыздың шүйде аймағында орналасқан. Күлкі тек жүзімізді әсемдеп, көңіл күйімізді көтеріп қана қоймайды, сонымен қатар мидағы да біраз өзгерістерге алып келеді. Яғни біз күлген кезімізде миымызда 5 түрлі аймақ бір мезетте іске қосылады. Ал депрессия болса, ол біздің тек қана көңіл күйіміздің өзгерісі ғана емес, сонымен қатар мидағы да өзгерістер болып табылады. Яғни ұзақ уақыт депрессияда болған адам миындағы физикалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Сол үшін үрей, қорқыныш, депрессия сияқты негативті жағдайлардан, сезімдерден максималды түрде аулақ болғанымыз дұрыс. Ал шабыт болса, ол бұрын болмаған мидағы байланыстарды орнатады. Яғни күтпеген байланыстар орнатылуы мүмкін. Яғни күлейік, шабыттанайық, өмірімізде қуанышты сәттер көп болсын.